Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін тақырып етістіктің шақтары. Етістіктің шақтары іс-әрекеттің, қимылдың мезгілге, уақытқа байланыстылығын көрсететін етістікке тән категория етістіктің шақтары деп аталады. Етістіктің 3 шағы бар: өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Етістіктің шақтарына енді жеке-жеке тоқталсақ, өткен шақ біріншіден жедел өткен шақ, осы шақ, нақ осы шақ, келер шақ, бұл жанды келер шақ. Жедел өткен шақ әдетте қимылдың, іс-әрекеттің таяу уақытта болғанын, орындалғанын білдіріп, д, д, т, т шнақтар арқылы жасалады. Мысалы, Асан домбыра тартты, мен өлең айттым. Енді осы шақ, нақ осы шақ біріншіден. Нақ осы шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәтте болып жатқанын білдіреді. Мысалы, отыр, жатыр, тұр, жүр, қалып етістіктерінің жүктеліп келуі арқылы жасалады. Мен оқып отырмын, сен ойнап жүрсің. Келер шақ біріншіден болжалды келер шақ. Болжалды келер шақ қимылдың, іс-әрекеттің болу мүмкіндігін айқын көрсетпей, болжай ғана айтылады. Есімшенің ар, ер, ыр жинақтары арқылы жасалады. Мысалы, біз барармыз, сен оқырсың. Екіншіден, өткен шақ бұрынғы өткен шақ болып бөлінеді. Бұрынғы өткен шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәтпен салыстырғанда әлде қайда бұрын болғандығын білдіріп, ған, ген, қан, кен, ып, іп, п жинақтары арқылы жасалады. Мысалы, сен мектепті бітіргенсің. Осы шақ екіншіден ауыспалы осы шақ. Ауыспалы осы шақ қимыл, іс-әрекеттің дағдылы қалыпта болып тұруын білдіріп, өсімшенің а, е, и жинақтары арқылы жасалады. Мысалы, мен келемін, сен ойнайсың, ол барады. Келер шақ екіншіден мақсатты келер шақ болады. Мақсатты келер шақ қимылдың, іс-әрекеттің келешекте мақсат етіле орындалатынын білдіреді. Есімшенің мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек жинақтары арқылы жасалады. Мысалы, мен ауылға бармақпын. Үшіншіден, өткен шақ ауыспалы өткен шақ. Ауыспалы өткен шақ есімшенің атын, етін, итін, итін жинақтары арқылы жасалып, бірде өткен шақ, бірде келер шақ мағынасында қолданылады. Мысалы, Асан ауылға жиі баратын. Сен кітапханаға қашан баратын едің? Асан ауылға жиі баратын деген сөйлемде баратын, яғни атын деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. Ауыспалы өткен шақ. Сен кітапханаға қашан баратын едің? Баратын деген өткен шақты білдіреді, атын деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. Осы шақта жоқ, келер шақта ауыспалы келер шақ. Яғни ауыспалы келер шақта ауыспалы осы шақ сияқты көсімшенің а, е, и жұрнақтарының жүктелуі арқылы жасалады. Мысалы, ол ертең барады. Ол ертең барады деген сөйлемде барады, яғни а жұрнағы арқылы жасалып тұр. Ауылға мен кешке келемін. Келемін деген сөзде е жұрнағы арқылы жасалып тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.